Сәлем баршаңызға. бір жасаған осындай пышный болып шығатын өте дәмді әрі шоколадты панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің парақшама жазылып, осы рецепті сақтап алуды ұмытпаңыз. Жасап көріңіздер. Ол үшін бізге жылы айран, бір жұмыртқа, қант, сұйық май, ас содасы және ұн қажет болады. Жылы айранымызға ас содасын салып, жылы жерге қойып қоямыз 5-7 минутқа. Одан кейін жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы екі қоспаны бір-біріне қосып, жақсылап бір қалыпты масса етіп жасаймыз. Ұнымызды сала отырып, кезекпен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай арасында іртік қалмау керек. Жақсылап араластырған болсаңыздар, енді табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Табамызға ешқандай май жағып, сұйық май құюдың қажеті жоқ. Осылай саламыз. Үстінен бір шоколад, мен Қазақстан шоколады қолдандым. Осылай салып, өзі көтеріліп бастайды. Екінші жағын аударасыздар. Осылай кезек-кезекпен панкейкімізді пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. бір жасағаннан керемет болып шығады.